Келесі 15-ші қатысушыларымыз Болысбаева Жансая Айтпенбетовна және Жақия Дара, Кентау қаласы. Армысыздар, құрметті қонақтар және әріптестер, биылғы дана дара тұлға Абай атамыздың 180 жылдық мерейтойы баршамызға құтты болсын. Абай атамыз халықтың ішіндегі үлкен проблеманы бір ғана өлеңге сыйдырған ұлы ақын. Ендеше қабыл алыңыздар. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузыңа түстау мұртың. Жақсы менен жаманды айырманың, бірі қан, бірі май боп енді күрттің. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сарша сыртың. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді аузымен орақ ұрған өңкей құртың. Өзімдікі дей алмай өз малыңды күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді байлау жоқ, бір күн тұртың етеді, бір күн бұртың. Бас-басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жапа елдің сыйқын. Өздеріңді түзелер дей алмаймын, өз қолымнан кеткен соң енді зырқым. Ағайын жоқ нәрседен едер бұртың, оныңды алған жоқ ма құдай құлқын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, сапырылды байлығын баққан жылқын. Баста ми, қолда малға талас қылған, күш сынасқан күндестік бұздау шырқын. Оңалмай бойда жүрсе осы құрдың әр жырдақ, жазылмай жаным тырқын. Қай жеріңнен көңілге қуат қылдық, қыратылмас болғансың мінсе тырқын. Тиянақсыз, байлаусыз байғұс қалпың, нетсе құрылгіден жыртың. Оғындырар кісіге кез келгенде, пыш-пыш демей қаламай, ол да сыртын. Есіңде ме жас күнің? Есіңде ме жас күнің? Көкірегің толық басың бұз, қайғысыз, ойсыз мас күнің. Кімді көрсең, бәрі дос. Махаббат қызық мал мен бақ, көрінуші еді дос құрытақ. Махаббат қызық мал мен бақ, көрінуші еді дос құрытақ. Үміт жақын көңіл ақ, болар ма сондай қызық шақ. Құдай-ау қайда сол жылдар махаббат қызық, мол жылдар ақырын шегініп, алыстап кеттау құрғырлар. Жалынасың, боқтайсың, сағынасың, жоқтайсың, жете алмайсың, тоқтайсың. Көзіме жас бер жылайын, шыдам бер сабыр қырайын. Жаралы болған жүрекке дауа бер жауап сынайын. Рахмет. Абай Құнанбайұлы, бірінші қара сөз. Бұл жасқа келгенше, жақсы өткіздік бе, жаман өткіздік бе, білмей, әйтеуір бір талай өміріміз өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің байлаусызында көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны білмей өзімді қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не көңілі албыртпаған жастар бағам демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегенше өздері бағар. Қалған аз ғана өмірімді ұры, залым тілемсектердің азығын бағып берем деп, қорғылар жайып жүр. Ғылым бағу? Жоқ, ол да болмайды. Ғылым бағарда, ғылым сөзін сөйлерді адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізді кеземені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Бәрекелді шапалақ мұны. Нағыз актерлық шеберлігін көрсетіп отыр. Екеуіңізге де рахмет. Бағаларыңызды бірден ал.
қыз қара сөзді айтса өлтіріп жіберейін деп тұр ғой, бұл байқап тұрмын. Рахмет сіздерге. Біз бағалап қойдық. Мынау сізді кішкентай бала сүйреп алып шығып кетті ғой. Жақсы. Баланың өзінің шеберлігінің өзі мықты ұстаз одан озып кетеді деп тыңдағымыз келіп тұрған жоқ. Уақыт алғымыз келіп тұрған жоқ жалпы. Бірден көріністері, киімдеріңіз, орындауларыңыз керемет. Жақсы, рахмет. Осындай сәл жанашырлық болса, сахнаны сыйлау болса, керемет қой. Мына енді баланың бағанағы актерлік шеберлігінің өзіне тәнті болып отырмыз. Рахмет сіздерге. Мына болайын деп тұрған бала екен, шабала ұрып қойыңыз. Шабыт берейік сіздерге. Үлкен алғыс